Құрметті ханымдар мен мырзалар, мен өзім таныстырайын. Керімбекова Мырзакөл, жасым 64-те, Чимкентте тұрам. Қазір жұмыста отырман. ЧВС компаниясына мен апрель айында келдім. Асқазаным, панкреатит, өтім толған, тамақ іше алмай қалған. Сонан кейін келіп осының келінім жазылған еді, сол аз ішеңізші, көрсеңізші деп жүріп қоймай, сол шайын алып іштім. Шайын алғаннан кейін 3-4 күннің өзінде маған результатын бере бастады. 3-4 күннен кейін тамақ іштім, кәдімгідей қою тамақ та іштім, бәріне де көмектесті. Жақсы болды. Ішті қатырды, ішті қайтадан жөндеп уақытылы бүйтіп жүретін етіп, сондай да болды. Бір апта ішім қатты, ішім қатса да мен іше бердім. Асқазаным ауырған екен, басқа жағым ауырса да бір жағым жазылып жатқан екен, көмектеседі ғой дедім. Сонымен көмектесіп асқазаным жақсы болды да, менің астмам бар тұғын. Астмам бар, аллергический, бронхологический, аллергический астма. Постоянно сальфадомолмен жүрем, тағы бір 2 түрі бар, үшеуін сеуіп жүрем. Ырсылдап жұмыста 2-ші этажға шығамайтын тұғым. Қазір 2-ші этажға шығам. Жаңағы дыхательный іштім, паразит іштім. Қазір өшім жақсы болды. Өзім ішіп результатын көргеннен кейін жұрттарға айттым. Жұрттар ішіп жатыр, қазір жұмыстағылар ішіп жатыр. Жұмыста бір жігіттер бар еді. Олардың мамалары ішіп, мамаларының несі бір көршісі не болған екен, ісініп кетеді екен. Соның ісігі қайтты, содан мамасы шай бергенде көршісіне, ішіп көрші, сен осындай мен шай ішіп жатыр, мен жүре жақсы болып қалдым дегенде. Содан кейін ол ішіп көрсе, 3 күн ішкен, 3 күннен кейін отектары кетті дейді, орыстарды отегі кетті, тағы шай әкеп беріңізші деп кепті да маған кеше. Бүгін шай алып келдім оған. Мен жұмысты отырып алып, өзім демдеп қойып, термосым бар, демдеп қойып, ішіп отырамын, шайым бар. Жұмыста өстеп ішіп отырам. Жұрттарға да айтам, жаңағы күнде алып келген шайым бар еді, жаңағы балама. Міне бір пачка шайды алып келдім, сұраған балдарға. Әкеп беріңізші дейді. Отегі кетіп жатыр екен дейді. Оларға мен кеше бальзамды көрсетіп жатырмын. Мен бальзамда ішем. Мынандай бальзамдарымды антивирус ішіп жатырмын қазір. Бұны күнделікті ішіп жатырмын. Шайымды тоқтатқан жоқпын, шынымды айтсам. Апрельдің 15-нен бастап іштім. Как раз ораза кезінде ауырдым да қатты.